Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз мектепке дейінгі және бастауыш мектеп психологиясы пәні бойынша 7-ші дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы баланың мектепке психологиялық даярлығы, физиологиялық, танымдық, тұлғалық аспектілер. Яғни мақсатына келетін болсақ, дәрісіміздің баланың мектепке психологиялық даярлығының мәнін ашу, оның физиологиялық, танымдық және тұлғалық аспектілерін сипаттау, мектепке даярлықтың кешенді сипатын түсіндіру және де осы үдерістегі педагогтың рөлін анықтау. Енді біз 6-шы дәріске шолу жасағымыз келіп отыр. Ол жердегі тақырыбымыз, яғни мектепке дейінгі жастағылардың қарым-қатынасы болды. Жалпы қарым-қатынас дегеніміз не? Қарым-қатынас ұғымына талдау жасалынды және де мектепке дейінгі жастағы қарым-қатынастардың ересектермен, құрбы-құрдастармен қарым-қатынастың ерекшеліктеріне тоқталып өттік. Және де осы қарым-қатынасты талдау, оларға коммуникативтік тұлғалық қалыптасуының заңдылықтарын аштық. Яғни жан-жақты талдау жұмыстарын жүргіздік. Естеріңізде болса, енді біз 7-ші дәріске көшетін болсақ, мына атақты ресейлік психолог Венгер мектепке дайын болу дейді. Бұл тек қана оқу, жазу және санауды білу дегенді білдірмейді дейді. Яғни мектепке дайын болу дейді, осының бәрін білуге дайын болу деп атап өткен екен. Баланың мектепке дайындығы дегеніміз не? Жалпы мектеп дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап беретін болсақ, яғни баланың мектепке дайындығы дегеніміз бұл кешенді, көп жақты және бала өмірінің түгел аумағын қамтитын үрдіс. Яғни мектепке оқуға психологиялық дайындық оқыту үрдісі барысында баланың сыныптастарымен, мұғалімдерімен, яғни қарым-қатынас жасап, оқу бағдарламасын меңгеру үшін психологиялық қажетті деңгейі. Ал енді мектеп бұл, яғни сол ең алдымен әлеуметтену жүйесі болып табылады. Ол арнайы тәртіптік жүйеге негізделген болады және де бала сол мектепке келген сәттен бастап жаңа әлеуметтік роль, яғни оқушы рөліне не істейді екен, не еді екен. Бұл оның өмірінде үлкен бетбұрыс кезеңі болып табылады негізінен. Яғни мектептегі табысты оқу үшін баланың тек білім мен дағдыны ғана меңгеруге дайындығы ғана емес, бұл жерде сонымен қатар баланы мектепке психологиялық даярлығы да өте маңызды орын алады екен. Дегенмен де мектепке психологиялық даярлықты беріп отырмыз. Ол дегеніміз баланың мектеп жағдайына бейімделу қабілеті, сонымен қатар жаңа талаптарға, ережелерге, оқу қызметіне, әрекетіне, мұғаліммен және сыныптастарымен қарым-қатынасқа ішкі дайындығы болып саналады. Баланың мектепке дайындығы, айтып отырмыз ғой, ол дегеніміз оқу әрекетінің мәнін түсіну, тапсырманы орындауға деген ниеттенуі, ережелер мен талаптарды қабылдау қабілеті, одан кейін барып эмоциялық тұрақтылық пен өзін-өзі бақылау болып табылады. Енді мектепке дайындығының басты компоненттеріне келетін болсақ, олар дегеніміз, яғни мінекей осы слайдта көрініп тұр, қоғамдық маңызды және қоғамдық бағалануға ұмтылудан көрінетін білім алушының жаңа ішкі ұстанымы болып табылады. Одан кейін тұлғалық аумақта мінез, құлық, тәртіптің ырықтылығы, түрткілер мен ерік-жігерді бағындыру болып табылса, келесі біздерде, яғни танымдық іс-әрекетке сананың белгілі бір функциясы және психологиялық процестердің қабылдаудың саралануы, жалпылау, талдау іскерлігі, сол сияқты танымдық қызығушылықты салыстыра білу іскерліктері жататын болса, одан кейін іс-әрекет пен қарым-қатынас аумағында осы жағдаяттың шартын түсіне алуы, ересектерден үйрену және өз әрекетін реттей алуы болып табылады екен. Келесі, яғни бұл жерде жаңағы даярлықтың негізгі факторлары, ол дегеніміз физиологиялық, танымдық және тұлғалық даярлық. Бұның алдында біз бір нәрсені айтқымыз келіп отыр, осы мектепке психологиялық дайындықтың әсер ететін факторлары болады. Ол тәрбие мен үйдегі қолдау ең бірінші. Ата-ананың оқу әдістемелік тұрғыдан қарым-қатынасы, яғни балаға кітап оқуға үйрету, яғни ойынды қолдану арқылы, сондай бір әдіс тәсілдер арқылы балаға ықпал ету. Одан кейін барып алдын ала
яғни балабақша дейміз, яғни мектепке дейінгі білімге қатысуы. Келесі әлеуметтік экономикалық жағдайы, яғни отбасындағы ата-анасының білім деңгейі. Келесі денсаулық, өсу индикаторлары, яғни физикалық дайындығы. Келесі психологиялық, жаңа айтып отырмыз ғой, мына 3 компоненттен бөлінеді. 3 компоненттің ең бірінші физиологиялық даярлық, ол дегеніміз, яғни баланың денсаулығының мықтылығы, қимыл қозғалысының үйлесімділігі, жүйке жүйесінің тұрақтылығы. Ал енді танымдық даярлық, ол танымдық процестерінің даму деңгейі, зейіннің тұрақтылығы, ойлау әрекеттері, сөйлеудің қажет жеткілікті дамуы, есте сақтау қабілетінің жоғарғы деңгейде болуы. Ал тұлғалық даярлыққа, оқуға деген баланың мотивациясы ең бірінші, қызығушылығы, ұжымдық қарым-қатынасқа икемділігі, өзін-өзі бағалауы және эмоционалдық тұрақтылығы болып келеді. Енді біз осы бірінші физиологиялық даярлыққа келетін болсақ, физиологиялық даярлығы жаңа жоғарыда айтып өттік, бұл баланың ұзақ уақыт бойы оқу әрекетіне, зейінін шоғырландыруы, ұсақ моторика дейміз, әрекеттерін орындауға физиологиялық тұрғыдан төзімді болуын қамтамасыз етеді. Осы физиологиялық даярлықтың негізгі мазмұнына келетін болсақ, ол ең бірінші дене дамуына, яғни баланың бойы мен салмағы жас нормасына сай болуы керек. Ірі және ұсақ моторикасының үйлесімді дамуы болу керек. Қолдың және саусақ бұлшықеттерінің дамуы, яғни жазуға дайындығы баланың. Келесі дене мүсінінің дұрыс қалыптасуы дейміз, яғни ол жаста осанка деп айтады ғой. Сол, және де көру және есту мүшелерінің жеткілікті дамуы. Енді мысал келтіретін болсақ, 6-7 жастағы баланың орташа бойы 115 пен 120 сантиметрде болса, салмағы 20 мен 25 килограммның арасында болады. Одан кейін давление дейміз ғой, артериялық қысымы 90 мен 60 болу керек екен. Ал енді келесі мазмұны жүйке жүйесінің жетілуі. Оған не жатады? Орталық жүйке жүйесінің тұрақтылығы мен жұмысқа деген қабілеттілігі жатады. Одан кейін зейінін ұзақ шоғырландыра алу қабілеті. Яғни бұл кезде 10-15 минутқа дейін баланың зейіні жаңағыдай шоғырланып тұру керек екен. Келесі тітіркенуге, шаршауға қарсы тұру, яғни бұны біз сөзбен айтқанда эмоциялық тұрақтылығы дейміз. Егер бала, мысал келтіретін болсақ та, ұзақ уақыт бойы тыныш отыра алмай, тез шаршап кететін болса, немесе жиі ашуланатын болатын болса, онда жүйке жүйесінің жетілуі жеткіліксіз деген қорытынды беруге болады екен. Одан кейін келесі физиологиялық даярлықтың негізгі мазмұнына осы сенсорлық жүйелердің, яғни қабылдау мүшелерінің дамуы кіреді. Онда көру, есту, дәм, иіс, сипап сезу мүшелерінің үйлесімді жұмыс істеуі. Сонымен қатар кеңістікті бағдарлау, оңы қайсы, солы қайсы, жоғары, төмен, алды, арты деген ұғымдарды ажырата білуі қажет екен. Келесі көру моторикасының дамуы, яғни көзбен бақылау және көз-қол координациясы. Яғни бұл жерде мысал келтіретін болсақ, суреттегі пішіндерді дәл көшіре алады, сызық бойымен жазу, әріптің формасын қайталау қабілеттері болу керек екен. Осы физиологиялық даярлықтың келесі көрсеткіші ол қимыл қозғалыс белсенділігі мен координациясы. Яғни баланың жүруі, жүгіруі, секіруі, тепе-теңдігін сақтауы, затты лақтыру сияқты негізгі қозғалыстарды бала еркін орындай алуы керек. Одан кейін барып саусақтардың мына ұсақ моторикасы дейміз ғой, мүсіндеуде, сурет салуда, қиюда, жазуға дайындықта бұлардың бәрі кездеседі. Енді келесі бұлшықет дамуы мен қозғалыс үйлесімділігі. Яғни бұл оқу әрекеттерінің негізін қалайды, жаңа жазғанда, сурет салғанда, қиғанда, мүсіндегенде, мінекей осылардың барлығы. Танымдық даярлық бұл баланың қоршаған ортадағы құбылыстар мен заттарды тануға, талдауға, салыстыруға, жалпылауға және логикалық ой қорытындылар жасауға қабілеттілігі. Басқаша айтқанда бұл балада оқу әрекетінің негізін құрайды, таным процестерінің, ойлауының, зейінінің, есте сақтау, сөйлеуінің, қиялының белгілі бір деңгейде дамуы болып табылады.
Психолог Выготский танымдық дайындықты баланың жақын даму аймағының деңгейі мен, яғни жаңа оқу іс-әрекеттерін меңгеруге ішкі әлеуметімен бірге байланыстырады. Бажович пен Эльконин болса, оны баланың оқу әрекетіне саналы қатынасы мен ойлау тәсілдерінің қалыптасуымен түсіндіреді. Олай болса, осы ойлауға келетін болсақ, анализ, синтез, салыстыру, жалпылау, себеп-салдар байланысын орнатуда әрекет етеді. Ал логикалық ойлау мен қарапайым ұғымдарды түсіну қабілетін ашады, мәселені шешудің қарапайым жолдарын табады. Мысалы, бұл кезеңде, неліктен жаңбыр жауады? Неге күн батарда аспан қызыл болады деген сұрақтарға логикалық жауап іздетуге болады. Енді бала мектепке келгенге дейін логикалық операцияларды меңгеруі тиіс. Ол салыстырады, талдайды, жалпылайды. Мектепке дейінгі шақта ойлау негізінен көрнекі бейнелі және көрнекі әрекеттік сипатта болады. Бұл кезеңде бала нақты заттармен әрекет ете отырып, өз деңгейінде қорытынды жасайды. Мектепке даяр бала қарапайым себеп-салдарлық байланыстарды түсінеді, сұрақтарға жауап бере алады. Енді келесі біздерде зейін, яғни мектепке дейінгі балада зейіннің ырықсыз, еріксіз түрі басым болады дедік. Бірақ мектепке дейінгі даярлық кезінде ырықты зейін қалыптаса бастайды. Дайын бала 10-15 минут бойы бір әрекетке зейінін шоғырландыра алады және берілген нұсқауды орындай біледі. Жаңа айттық қой, зейіннің көлемі мен тұрақтылығы, зейінді шоғырлану мен ерікті түрде басқарады. Бір іс-әрекеттен екіншісіне тез ауысу қабілеті болады. Одан кейін барып, осыған мысал ретінде мұғалімнің нұсқауын соңына дейін тыңдап, бұл балалар, зейіні шоғырланған бала, сол тапсырманы орындай алады. Енді есте сақтауға келетін болсақ, есте сақтау ол қысқа және ұзақ мерзімді есте сақтау қабілеті. Бұл кезде ерікті есте сақтау, яғни белгілі бір мақсатпен есте сақтау болады. Сонымен қатар қайталау, мағыналы есте сақтау стратегиялары пайда болады. Мысалы, өлең немесе сандар қатары қысқа мәтінді есте сақтап айтып бере алады. Бұл кезеңде балада көру және есту есі жақсы дамиды. Бұл есту қабілеті дайын бала материалды мақсатты түрде есте сақтап, қажет кезде қайта жаңғырта алады. Енді бізде сөйлеуге келетін болсақ, сөйлеу оқу әрекетінің негізгі құралы. Мектепке психологиялық тұрғыдан дайын баланың сөздік қоры мол, грамматикалық құрылымы дұрыс сөйлемдер құралады, мәтінді тыңдап, мазмұнын өз деңгейінде айтып бере алады және де сұрақтарға нақты жауап береді. Келесі біздерде қиял, яғни елестету мен бейнелі ойлаудың дамуы болып табылады. Жаңа жағдайларды елестету, шығармашылық бейнені құрастыру қабілеті, әңгіме, ертегі, сурет бойынша ойдан сюжет құрай алады. Оған мысал келтіретін болсақ, мысалы бір сурет беріледі, сол суретке қарап ертегіні ойлап шығара алады. Енді қиял негізі шығармашылықты дамудың бастауы болса, мектепке дейінгі кезеңде ол ойын және сурет салу арқылы дамиды. Мектепке дайын бала өз ойынан оқиғаны құрастырады, бейнелерді елестете алады. Енді бізде танымдық даярлықтың көрсеткіштеріне келетін болсақ, яғни бұл жерде танымдық даярлықтың көрсеткіштері ең бірінші қоршаған әлемге деген қызығушылығы. Ол сипаттамасында неліктен, неге деген сұрақтар қояды және зерттеуге ынталы болады. Келесі біздерде зейіннің тұрақтылығы, яғни тапсырманы соңына дейін орындайды, мұғалім сөзін тыңдай алады. Есте сақтауы, қысқа мәтін, өлең, ережені есте сақтай алады. Ал логикалық ойлауына келсек, заттарды не істейді? Салыстырады, себеп-салдарлық байланысын түсіндіреді. Ал енді қиял мен шығармашылығына келетін болсақ, өз ойынан жоғарыда да айтып отырмыз, ертегі, әңгіме құрастырады және де белгілі бір суреттерді берсеңіз, ол суретті ары қарай жалғастырып, өзінің қиялын қосып, бейнелей алады. Енді сөйлеу мәтінінде сөздік қоры жеткілікті, одан кейін барып ойын жүйелі айта алады. Енді осы танымдық даярлыққа әсер ететін факторлар айтып отырмыз, отбасындағы тәрбиелік орта,
кейін мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі оқу тәрбие үрдісі, баланың денсаулығы мен жүйке жүйесінің жағдайы, эмоциялық тұрақтылығы мен мотивациялық деңгейі, ойын және шығармашылық әрекет арқылы танымының дамуы. Осы танымдық даярлықтың маңызына келетін болсақ, бұл кезде зейін, ойлау, есі, сөйлеуі дамыған бала оқу процесінде белсенді әрі табысты болады және де оқу әрекетін тез меңгеруге ұмтылады. Әлеуметтік даярлыққа құрдастарымен және ересектермен дұрыс қарым-қатынас орнаса білуі, бірге ойнауы, керек кезінде кезек күтуі, бір нәрсені мысалы ойыншықтарды бөлісуі, тыңдай білу мәдениеті, яғни топ ішінде өзін ұстай білуі, өз пікірін білдіру және өзгелердің пікірін құрметтеуі. Сол сияқты келесі бізде өзін өзі бағалау және жауапкершілік, өз ісіне баға бере алуы. Оны қалай түсінеміз? Яғни жақсы немесе жаман екенін, дұрыс немесе бұрыс істеп жатқан ұғымдар, осындай ұғымдарды түсінуі. Одан кейін қателіктерден қорықпауы, өзін жетілдіруге талпыну. Сол сияқты тапсырма орындауда табандылық таныту жатады. Өзін өзі бағалау бойынша мектепке дейінгі шақтың соңында бала өз әрекетін бағалай алады. Өз жетістіктері мен қателерін түсінуге тырысады. Бұл оның сыни ойлауы мен жауапкершілікке деген алғашқы қадамдарының бірі болып табылады. Осы баланың тұлғалық даярлықтың маңызына келетін болсақ, бала мектепке келгенде өзіне сенімді сезінеді, өзін сенімді сезінеді. Оқу іс-әрекетіне ынталы және жауапкершілікпен қарайтындығында, сонымен қатар ұжымда оң қарым-қатынас орната алатындығында және де тәртіпті, табанды, мақсатқа бағытталған мінезі қалыптасады. Сол сияқты психологиялық бейімделуі жеңіл өтеді. Олай болса, бізде мектепке даярлықтың кешенді сипаты және мұғалімнің рөліне келетін болса, мектепке психологиялық даярлық, жаңа жоғарыда айтып отырмыз ғой, кешенді түрде жүретін жұмыс. Яғни бұл жерде сол мектептегі психологтар мен педагогтар баланың мектепке даярлығын анықтағанда тек бір қырынан емес, барлық аспектілерді біртұтас қарастыруды ұсынады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, баланың мектепке психологиялық даярлығы оқуды сәтті бастаудың және жаңа әлеуметтік ортаға бейімделудің негізі болып табылатын физиологиялық, танымдық және тұлғалық қасиеттердің үйлесімдік жиынтығы деп айтамыз. Яғни даярлықты тек ақпарат көлемімен өлшемей, ең алдымен баланың оқуға деген ішкі мотивациясы мен ерікті мінез-құлқын дамытуға баса назар аудару қажеттігін бүгінгі дәрісімізде түсіндік. Сондықтан мектеп пен ата-аналардың міндеті осы үш аспектінің кешенді және жүйелі дамуын қамтамасыз ету болып табылатындығын айтқым келіп отыр. Олай болса, бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін.